жақсы қасиетін, құрдастары қызықты қылығын, құрдастарға жарасады жындылығын кішкене. На әртінен намысты. Айт. Ағаңа не айтасың? Намысыл. Мә, қалай ойыңа келді? Мә, айтып қойды ғой жаңа ғана. Жеңге, сізде мына ағамда шынымен сондай қасиеті бар болса, сол адамға сыйлық береміз. Туысқан бұра тартпайсыз. Түсіндіңіз ғой, иә? Иә деп қойсаңыз, көзіңіз бақырайтпай. Иә. Мысалы, мына әртінен намысты дейді. Тағы да. Жоқ, ныдан басталу керек. Нұрлы. Тағы. Ниеті түзу. Шілей нарда емес қой. Құлақтан теу. Жеңге! Ой, нағыз жынды. Шақырыңызшы, меруерт. Меруерт. Ой, қаттырақ. Басы. Келіңіз. Жеңге, сіз тыңдап тұрсаңызшы. Келіңіз. Аха. Намысты, нұрлы, нар, нәзік, нән. Иә, өзбекше ма, батысша? Айғайлап айта беріңіздер. Қандай? Нұржан. Намысты жігіт Нұржан. 10 адам айтты ғой. Необычный. Машалла, намазхан. Дұрыс. Не деп жатсыз? Настоящий нежный. Орысшада айтуға болады. Бір пікірлеріңізді айта кетіңіздерші. Нағыз азамат. Мені. Тағы. Тоқта, мен миым қорытпайтын бірден айтып жатыр нау. Қандай? Ненаглядный. Сондай. Нервный. Ал. Настойчивый. Настойчивый. Неоспоримый. Неоспоримый. Сондай. Қайсы? Непредсказуемый. Тоқташан айтып алайыншы мен. Өзің айтшы кім? Непредсказуемый. Сондай. Необычный. Жеңге, нақты қай комментария ұнады? Айтпаңыз. Болғышы деп отсың. Бедет, намысты, наглый, нәзік, нұрлы, настоящий, нағыз ер азамат деді ана жақта сіздің. Нағыз ер азамат. Бауырдың жүрегін сезеді ғой, бауырыңыз айтты ғой оны. Нағыз ер азамат деп айтқан ағамызға мынаны жеңген беріп жерді. Андай мен пысық жеңгелерім бандай. Өзім пысық сезінетші. Кім Айжан, Гүлжан ана бауырсақ пісірдіңдер ма? Деп естіп жүреді да мен өзім пысық сезінімші. Кім дастархан жөндесеңдерші деп жүреді де бірақ үйі басы май-май болып жүреді. Сондай жеңгелерім. Нағыз ер азамат деп айтқан сізге. Нағыз ер азамат, ұлдарыңыз көп болсын аға. Нағыз ер азамат. Аха. Рахмет. Меруерт жеңге нағыз ер азамат деп айтқанға бердім деп өзім пысық сезім жүреді да мен жеңгемші. Бірақ үй шашылып жатады өмірі. Так, ныдан кейін Нұржан. Нұржан. Ұры дейді? Ұлықты. Айта беріңіз айғайлап. Ұшқыр. Ұлы дала баласы. Қалай? Ұлы дала баласы. Ол төреғали ғой? Ұлы жүз 30 кіші жүз. Не айттыңыз? Ұлы жүз. Руы ұлы жүз ба? Яма, енді біліп атқансың. Ұлтшыл, осы ұнады маған. Тағы. Ұрған құлатады. Осындай айтпайсыңдар ма? Мені ұрған құлатады. Сіз не дедіңіз? Ұлтшыл, тағы. Жездесі оған ойнап атыр. Жездесі ғой, солай ма? Ұры дейді сіз жезде. Жеңге, күйеуіңізді жамандап атыр, шашын жұлмайсыз маған? Айтыңыз. Оқыпты. Ойбай. Тағы. Айтыңыз. Ұрпағы саналы. Мә, шапала ұрайық. Все, маңнан. Ұрпағы саналы. Міне, маған осы. Ұрпағы саналы. Ләйім ұрпақтарын саналы. Жеңге, қалғандарынан қайсы ұнады? Тағы, ұдан.
Оқыпты, ұлы дала баласы. Ұрған құлатады дейді. Қайсы? Ұшқыр. Ұшқыр. Ұрған құлатпайтын болып тұр ғой, значит. Жеңген білет та енді. Ұрған құлатпайды екен ол. Ұрған тәнтірек дейді екен. Ана анекдотты білесіздер ма? Біреудің несінен құйрығынан бір теуіп талдырдым деген ғой. Сөйтсе, адам ол құйрығынан тепсе талмайды ғой деп. Сөйтсе айтады, мына жерінен тебесіз ғой. Жаңа кім айтты ұшқыр деп, оқыпты деп. Сіз айттыңыз ба? Бере саңыз. Так, Р ғой, Нұржан. Р әртінен. Рухты. Романтик дейді. Жеңгем шок, мынау кімнің байы деп тұр. Робокоп. Рахымды. Нұрлы. Жоқ, мынадан өтіп кеттік қой. Р. Романтик. Айтты. Қандай әріп? Р әрпі. Рақымшыл, өзі ақ. Молда, өзі ақ жүректі имам рақымшыл ғой айланып келгенде. 90 сөзін тоғықтай түйіні рақымшыл. Просто сіздер ренжімеңіздер. 40-қа толды деп айтпайын десем, бірақ өздеріңіз ғой айтқызып атқан. Уже қартайып келатсыздар. Р. Айтыңыз, айғайлап айта беріңіз. Рухты айтты. Тоқтатады, мыналар білдіріп жатыр бірдеңені. Көрейік. Радостный. Жезделеріңе бір необычный бірдеңе айтсыңдаршы, ұрған құлатады деген сияқты мысалы. Радостный, тағы. Рембо. Тағы. Айтыңыз. Работяга. Алмаңыз жеп біттіңіз ғой деймін. Тағы. Аза қошыны? Риза болып жүреді. Жеңге, қайсысы ұнады? Романтик. Нағыз романтик. Бірақ енді романтик деуге сенем. Жеті бала бар ғой. Романтик деп кім айтты? Міне. Романтик. Ал енді жеңгеміз жайлы айтайық. Халық не біледі екен? Жеңгеміз жайлы. Меруерт. Мейірімді. Ой, мына Руслан әулие болды, айта беріңіз. Айғайлап айт. Жоқ, ғой, махаббатқа берік. Мама. Опа, миды қорытпайтын бірден айтып жатыр. Айт, өзің айт. Меркантильный. Сондай, мен түсінген жоқпын. Айт. Мынау мамасы жайлы бірдеңе біледі екен. Мейірімді. Әрбір ана мейірімді. Момын, байқұсай, момын. Тағы. Милая. Милый или милая? Милая человек. Все, понял. Опа, мына балдыз ма, қайнысы ма? Махаббаты берік бұл. Ой, оны айтты. Мынау бірден қатырайын деп отыр, әпкесіне. Мобилограф. Мобилограф. Айтыңыз. Мәртебелі. Аға, қайсысы ұнады? Қайсысы бар бұл кісіде? Мейірімді, мәртебелі. Мама. Молшыл, мобилограф. Барып қойыңыз. Мейірімді. Шапалақ ұрайық, мейірімді. Кім айтты мейірімді деп? Қайсы? Қаяқта? Мәнтіңді жұтып ап айтсай. Жанка? Так, е ғой, жеңге? Меруерт, еңбекқор. Ептей алады. Тағы. Өзіңіз айтыңыз. Нақсы бүйтеді. Сүт завод жайлы айтып жатыр жын. Еңбекқор. Қазір міне. Еркетай, Еркежан. Ерекше жан. Қыздарыңыз жайлы бірден айтсаңыздаршы, келіндеріңіз жайлы. Еріншек. Еңбекқор. Маған ұнады.
жеңге мұны аға мұнай ма білмеймін. Елдің елі азаматшасы. Елдің елеулі азамат. Аға, қайсысы ұнады? Естіп жатсыз ғой, Ерке. Ерке. Соған сыйлық беру керек болды ма? Ерке, сосын жаңа біреу не айтты? Жоқ, біреу... Ана бауырсақ жеңгеміз айтқан екен ғой. Жаңағы. Аха. Сіз ана кімге ұқсайсыз? Мадина Сәдуақасыға ұқсайсыз? Әнін айтқанға не қылып содан аумайды, Өз сезініп атып сол. Тағы кім не айтты? Қайсысы кімге береміз аға? Бір еден не айтты, кім айтты? Еріншек деді біреулер. Ерке деді. Ерке деп кім айтты? Мәңіз. Рахмет. Мәні, осы айтылған, бірақ жақсы сөз айтқан кезде бір күшті болып қалдыңыз аға, Сіз де күшті болып қалдыңыз. Сізді бірақ бұл кісіде эмоция жоқ екен. Осы айтылған жақсы қасиеттер ұл қыздарының бойынан табылсын деп бір қол соғып қошемет қойыңыздар.